Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тортқа вафельный қағазды қалай жабыстыру керектігі жөнінде көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Осындай вафельный өзіңізге керекті суретті шығартып аласыз. Қырыққан кезде де абайлап қырқу керек, тез сынғыш болады бұлар. Сахарный бумаганы тура осылай жабыстыратын боласыздар. Ол бұдан қарағанда жұқалау. Сол себепті кескен кезде де абайлап кесіңіздер. Мастикамызды жұмсартып алдық. Мастика қатты болған кезде сіздерге бір лайфхак айтып кетейін. Мастиканы микроволновкаға 10 секундқа қойып жұмсартып алсаңыздар болады. Тез жұмсайды. Егерде 1 килограмм мастика болса, бір 20 минут немесе 30 секундқа қойып жұмсартып алсаңыздар болады. Одан көп қоюға болмайды. Қолмен жұмсартқан уақытты көп алады негізі. Осылай формамызды қойып, мастиканың үстіне қойып, қырқып аламыз мастикамызды. Судың көмегімен жабыстыратын боламыз. Суды жаққанда да көп жағып жібермейміз, кішкене жұқалап жағамыз. Өйткені бұл вафельный болғаннан кейін былжырап кетуі мүмкін. Суды да жұқалап жағыңыздар. Шпажканы мастикамыз қатпай атып, осылай кіргізіп аламыз. Егерде торттың бетіне қоятын болсаңыздар, ал жанына қоятын болсаңыздар, шпажканың қажеті жоқ. Крахмал астына жақтым, жабысып қалмау үшін. Міне өзі де жабысып қапты, мастика жұмсақ болғандықтан. Кішкене су жағып жіберіп, қалған бөлігін жабыстырып алдым. Шет-шетін туырлап, шпажкамызды салатын боламыз. Жолымызды кесіп аламыз. Қалған бөліктерді де тура солай етіп жабыстырып шығамыз. Бұған шпажка тықпаймыз, бұл торттың жанына жабыстырылатын болғандықтан.
Енді тортқа жабыстыратын боламыз. Тортқа жаңағы шпажкідегі мастикаларымызды сразу жабыстырмаймыз. Кішкене қатқанын күтеміз, майысып қалмау үшін. Ал мынаны жабыстырғаннан кейін қайтып алуға болмайды. Кремдеріңіз алып кетеді. Осылай аккуратно бәрін жабыстырып шығамыз. Үстіне леденцыларды қойдым, кішкене бұлтқа ұқсап тұру үшін. Бұның рецепті менің каналымда бар. Үй жағдайында жасалынатын, изомальтсыз жасайтын. Термометрді қажет емес, көрсеңіздер болады. Описанияға да қойып кетемін, сілтемесін. Міне тортымыз дайын, әдемі шықты деп ойлаймын. Сіздерге пайдалы ақпарат болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да күшті рецептермен, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Назар салғандарыңызға рахмет.